Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында оңай жасалынатын, көптеген ингредиенттер қажет етпейтін, дәмі ауызда еритін, керемет болып шығатын пирогты сіздермен бірге жасайтын боламыз. Қараңыздар, пирогтарымыз осылай көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 200 грамм шекерімізді әкеп салып, жұмыртқамыз ағарғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде сіздердің жұмыртқаларыңыз 2-3 есеге үлкеюі қажет. Осы миксеріміздің бірінші скоростында миксерді тоқтатпай, шамамен 3-4 минуттай миксерлаймыз. Қараңыздар, 3-4 минут өткен соң сіздердің жұмыртқаларыңыз осылай әдемі аппақ болып көтерілуі қажет. Келесі кезекте бізге керегі 100 грамм сұйық май. Сұйық майды қосамыз. Бұл сұйық майдың орнына 100 грамм сары майды ертіп қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Сосын 200 грамм сүт қосамыз. Бұл жерде 200 грамм сүттің орнына айран немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Ол да өз қалауларыңызда. Сосын венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Бұл жерде ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып қосамыз. Айтпақшы достар, осы пирогтың толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Сол жерден көріңіздер. Мінекей мына шетте ұнның бір бөлігін електен өткізіп болған соң, бір пакет қопсытқыш қосамыз. Осы бір пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш болады. Осы 18 грамм қопсытқыштың бәрін қосамыз. Және де достар, осы пирогтың қамырына мен барлығы шамамен 300 граммдай, 300-310 граммдай ұн қостым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Біздің қамырымыз орташа сұйықтықтағы қоюлау келген қамыр болып шығуы қажет. Мінекей ұнның бір бөлігін қосып, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сосын ұнның қалған жартысында електен өткізіп барып қосамыз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, өте дәмді болып шығатын пирогтардың, кекстардың және де печеньелердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Осылай бірінші венчиктің көмегімен араластырып болған соң, бір келкі болу үшін мен тағы миксердің көмегімен араластырдым. Мінекей достар, қараңыздар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Сіздердің қамырларыңыз осындай қоймалжың, бір келкі келген, орташа сұйықтықтағы қамыр шығу қажет. Ендігі кезекте менде бұл жерде мұздатылған құлпынай, үйлеріңізде қандай жеміс жидек бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Осы бір құлпынайды 3-ке бөліп алдым. Осылай бөліп шықтым. Достар, бұл құлпынайдың орнына малина қоссаңыздар болады, қарақат қоссаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын жеміс жидекті қосыңыздар. Сосын формамызға, менде бұл жерде форманың диаметрі 22 сантиметр, оның үстіне пергамент қағазын төсеп, немесе форманы майлап қамырымызды құямыз. Достар, осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын осылай лопатканың көмегімен қамырымызды тегістейміз. Тегістеп болған соң, құлпынайларымызды қамырымыздың үстіне осылай қойып шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан және де қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Маған өте қызық. Мінекей біздің пирогымыз пісуге дайын тұр. Осы пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 1 сағаттай біздің пирогымыз көтеріліп, қызарып піскенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Менің бұл жерде пирогым шамамен 55 минуттың ішінде пісті. Пирогтың піскенін таяқша арқылы білсек болады. Осы таяқшамыз құрғақ болып шығатын болса, пирогтарыңыз пісті деген сөз. Мінекей қараңыздар, біздің пирогымыз осындай көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты, және де формасынан осылай оңай алынып жатыр. Осы пирогты кішкене суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады.
Шайға арнап қандай тәтті жасаймын деп ойланатын болсаңыздар, онда осы пирогты міндетті түрде жасаңыздар. Шаймен бірге осы пирог өте жақсы үйлеседі. Біздің пирогымыз хош иісті болып шыққан, дәмді болып шықты. Және де қарасаңыздар, осындай өте үлкен болып көтерілген, арасы пісіп, дәмді болып, жұмсақ болып шыққан. Достар, сіздер де осы пирог жасап көріңіздер. Сіздердің де қолдарыңыздан келетініне күмәнім жоқ. Осы пирогты жасап, достарыңызға, отбасыларыңызға, жақындарыңызға жасап беріңіздер. Пирогтың ортасын бөліп көрсетейін, қараңыздар, осындай өте әдемі болып шыққан, жұмсақ болып тұр. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.